Сәлем баршаңызға достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет, әрі өте оңай қарапайым заттардан жасалатын екі түрлі салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен бірінші салатымызды жасаймыз. Ол үшін шұжықты осы видеодағыдай төртке бөліп тураймыз. Келесі кезекте ірімшікті қиғаш формада турап аламыз. Өздеріңізге ұнайтын кез келген ірімшікті пайдалансаңыздар болады. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнамда бұдан да басқа керемет салаттардың рецепттері бар. Арнама тіркеліп сол жерден көре отырыңыздар, және де лайк басып мені қолдай кетіңіздер. Келесі кезекте тұздалған қиярымызды осы видеодағыдай етіп турайтын боламыз. Енді салат жапырағын тураймыз. Мен салат жапырағын өте қатты жақсы көргендіктен көптеу етіп турадым. Егер де сіздерге аса қатты ұнамаса, кішкене қоссаңыздар болады. Ал ендігі кезекте қызанағымызды тураймыз. Мен бұл салатты 2 тарелка шығатындай көлемдер дайындадым. Сіздер отбасыларыңыздың мүшелеріне қарай көптеу етіп дайындасаңыздар болады. Барлық құрамын, яғни ингредиенттерді төменге описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Барлық көкөністерімізді турап, ыдысқа осылай салып аламыз. Және де дәміне қарай тұз саламыз, және майонез қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Өте тойымды, үйде бар қарапайым заттардан жасалатын керемет салат. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Осымен салатымыз дайын. Бетіне осылай чечил қойып шықсаңыздар, әдемі үйлеседі. Әсіресе асығыс кезде оңай жасалатын салаттардың бірі. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Ал енді екінші салатты дайындауға кірісейік. Бұл салатты барлықтарыңыз жақсы көресіздер, және де барлықтарыңыз жақсы білетіндеріңізге сенімдімін. Бүгін дәл менің рецебім бойынша жасап көрейік. Алдымен түрлі түсті пиязымызды осылай ұсақтап турап ыдысқа саламыз. Егер де бұндай түрлі түсті пияз болмаған жағдайда кәдімгі пиязды пайдалансаңыздар болады. Келесі кезекте осындай селедкамызды алып, оны да ұсақтап турап, жаңағы турап қойған пиязымыздың үстіне қосып, жақсылап араластырып бір шетке қоя тұрамыз. Міндетті түрде осындай селедка пайдалансаңыздар, салаттарыңыз өте дәмді болып шығады. Осы салаттың дәмді болуы осы селедкасына байланысты, сондықтан да осы селедканы алуға тырысыңыздар. Міне видеодағыдай жақсылап араластыратын боламыз. Ал енді барлық көкөністерімізді алдын ала пісіріп, суытып, қабығын ашып, осылай үкіштен өткізіп алатын боламыз. Алдымен картобымызды, одан кейін сәбізімізді, одан кейін қызылшамызды теркадан, яғни үкіштен өткізетін боламыз. Барлық көкөністерімізді өткізіп алып, салатымызды осындай кольцоның көмегімен жинайтын боламыз. Кольцомыздың ішіне алдымен картобымызды саламыз. Картобымызды кольцоның ішіне жақсылап жайғастырып болғаннан кейін дәміне қарай тұз себеміз. Одан кейін майонезімізді осындай кондитерлік қалташаға салып алған өте ыңғайлы майонезімізді жағып шығамыз. Келесі кезекте турап дайындап қойған селедкамыз бен пиязымызды саламыз. Оны да жақсылап кольцоға орналастырамыз. Оны да жақсылап кольцоға орналастырып, кішкене майонез жағып, жұмыртқамызды саламыз. Мен жұмыртқаны алдын ала пісіріп, турап қойдым. Жұмыртқаның бетіне де кішкене татымына қарай тұз себеміз, және де майонезімізді жағып, келесі кезекте сәбізімізді жақсылап кольцоға орналастыратын боламыз. Сәбізімізді бір тегіс етіп орналастырып болғаннан кейін кішкене тұз сеуіп, және де майонезімізді жағып, келесі кезекте қызылшамызды орналастыратын боламыз. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да керемет көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Міне осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай қызылшамызды да жақсылап орналастырып алатын боламыз. Мен осылай аскөктің көмегімен шыршаның формасын жасап шықтым. Өз фантазияларыңызбен әсемдесеңіздер болады. Мінекей, мен сәбізбен және анармен осылай шыршаның ойыншықтарын жасадым. Салатымыз дайын болғаннан кейін кольцоны абайлап асықпай шешіп алатын боламыз. Осымен салатымыз дайын болды. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Бүгін сіздермен екі түрлі керемет салаттардың рецепттерімен бөлістім. Үйде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар. Алда келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын, дастархандарыңыз мол болсын.